Қайырлы күн ұстаздар. Бүгін мен сіздерге екі таңбалы сандарды жылдам көбейту жолдарын көрсетемін. Видео сабағым ұнаса, осы каналға жазылыңыздар. 12 мен 41 сандарының көбейтіндісінің мәнін табу үшін бірінші, екі таңбалы сандардың бірінші санын бірінші санына көбейтіп, жауабын алдына жазамыз. 1-ді 4-ке көбейткенде 4 шығады. 4 деп алдына жазамыз. Екінші, екі таңбалы сандардың екінші санын екінші санына көбейтіп, жауабын соңына жазамыз. 2-ні 1-ге көбейткенде 2 шығады. 4 пен 2 санының ортасына бір сан жазатындай орын қалдырамыз. Үшінші, екі таңбалы сандардың бірінші санын екінші санына, екінші санын бірінші санына көбейтіп, бір-біріне қосамыз. Шыққан жауапты екі санның ортасына жазамыз. 1-ді 1-ге көбейткенде 1 шығады, 2-ні 4-ке көбейткенде 8 шығады. 1-ге 8-ді қосқанда 9. 9-ды 4 пен 2-нің ортасына жазамыз. Келесі есепті қарайық. 42 мен 23 сандарының көбейтіндісінің мәнін табу үшін. Бірінші, 4 пен 2-ні көбейтеміз, 8 шығады. 8-ді алдына жазамыз. Екінші, 2 мен 3-ті көбейтеміз, 6 шығады. 6-ны соңына жазамыз. Үшінші, 4-ті 3-ке көбейткенде 12 шығады. 2-ні 2-ге көбейткенде 4 шығады. Тең 16. Бұл жерде 6-ны 8 бен 6-ның ортасына жазамыз. 1-ді 8-ге қосамыз. Сонда жауабы 966. Үшінші есепті қарайық. 54 пен 36 сандарының көбейтіндісінің мәнін табу үшін. Бірінші, 5-ті 3-ке көбейтеміз, 15 шығады. 15-ті жазамыз. Екінші, 4 пен 6-ны көбейтеміз, 24 шығады. Бұл жерде 4-ті соңына жазамыз. 2-ні ойға еске сақтаймыз. Үшінші, 5-ті 6-ға көбейткенде 30 болады. 4-ті 3-ке көбейткенде 12 шығады. 30-ға 12 қосқанда 42. Енді еске сақтаған 2-ні 42 санына қосамыз. Сонда 44 шығады. 4-ті 15 пен 4-тің ортасына жазамыз. Ал алдындағы 4-ті 15-ке қосамыз. 15-ке 4-ті қосқанда 19 шығады. Жауабы 1944. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.